2024 жылы облыс бойынша барлығы 560 тұрғын үйдің кілті табысталған. Олар жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар санатына 95 пәтер, көп балалы аналар санатына 165 пәтер, әлеуметтік осал топтарға 237 пәтер табысталды. Бюджеттік мекемелер қызметкерлеріне 15 пәтер табысталды. Жалғыз үйі апатты деп танылған азаматтар санатына 48 тұрғын үй табысталды. 2025 жылға жоспар бойынша әлеуметтік осал топтарға тұрғын үймен қамту жоспары 634 тұрғын үйді құрайды. Олардың ішінде 97-сі Атырау қаласы және де 537 пәтер аудандар көлемінде табысталу жоспарланып отыр. Сонымен қатар өңірдегі өзекті болып табылатын мәселелердің бірі ол апатты көпқабатты тұрғын үйлер болып табылады. Апатты тұрғын үйлер 217-ні құрайды облыс бойынша. Оның ішінде 93-і Атырау қаласында. Мәселені шешуге облыс әкімдігімен жол картасы жасақталынған. 2023 жылы барлығы 13 көпқабатты тұрғын үй көшірілсе, 2024 жылы 24 көпқабатты тұрғын үй көшірілді. Жұмыстарды жалғастыруға 2025 жылға 224 пәтер сатып алу жоспарланып отыр. Атырау қаласында барлығы 60 пәтер, қалған 164 пәтер аудандар бойынша жоспарланып отыр.